Жер бетінде қасиет бар аздаған, ол әйелдің ары ғана азбаған. Өзі құралпы балалар менің көкем деп сөз бастағанда ол да әкесін ойлайтын. Ойлағанда көз алдына шашын шалқайта қайырған кең маңдайлы кісі елестеуші еді. Күлімсіреп төрде отыратын. Аузынан әлдебір сөздер шығады. Есінде көмескі елесі ғана бұлаңытқан әке бейнесіне ұмтылып, сөзін ұққысы келеді. Әкесі сөйлей береді. Бұл бірақ естімейді. Сонда әкесі не айтты екен? Әкесін бала кезінде көп іздейтін, анасының әңгімелерінен де іздейтін. Кейін ол әдетін ұмытты. Үлкендер жағы бұның әкесін еске алып, ғибратты әңгімелер айта бастаса, ол кісі сондай болған ба дейтін де қоятын. Өйткені оған енді әке бейнесі мүлде жат еді. Сөйтіп анасының құшағында өсті. Сәби періште. Ол шақалыққа жарық дүниенің тылсым құдіретін сездіргеннен кейін қайтып кетеді. Адамның сәби болып өмір сүрмейтін содан. Ал шақалақ жетіліп, маңдай сүйегі бекінгенде есі кіріп, ата-анасын таниды. Бала да анасын 2-3 жасында анық таныды. Ерке еді, ерке екенін ғана білетін, бірақ ештеңе ойламайтын. Бір күні басы орасан үлкен, адырақ көзі тас төбесінде ойнаған кісі келіп, анасының жанына аржалақтап отырып алды. Бұған ақбор кәмпит берді, жауырыннан қақты. Алақаны жалпақ әнжімді екен. Аздан соң шолжаңдап малдас құрып, ағаның алдына көлденең түсіп жатып алып ұйқыға кетіпті. Оянғанда анасының жылап жатқанын көрді. Баланың іші қалтырап, анасын алғаш рет жатсынғандай күй кешті. Өйткені анасы жыламайтын, күлімсіреп жүретін. Ал мына ұзын бұрымы ретсіз тарқатылған, иығы жартылай жалаңаш бөгде әйел. Бала кешегі адырақ көз ағаны жек көріп тұрды. Содан кейін оған дүниедегі бар жамандық пен жаман адамдар адырақ көздің ұсқынына ұқсап кете берді. Мектепке жаңа барған кезінде сезімтал бала жақсы оқып анамды қуантайыншы деп ойлайтын. Жақсы оқыды, тіпті кілең беске оқыды. Үздік оқушы ғана емес, белсенді оқушы болды. Анасы сонда шат-шадыман күйге бөленіп, шаттық кешетін. Ана жүрегінде қуанышты көзімен көріп, бұл да қуанатын. Ептеп мақтанатын. Мама, мен үлкейгенде бастық боламын. Көресің, екеуміз қалада тұрамыз. Жылдық оқу маусым аяқталған сайын мақтау қағаз иеленетін. Ұлын ыстық омырауына басып, айналып толғанған анасы, сен менің үмітімсің, шырағымсың дейтін. Бала мектепті алтын белгімен аяқтап, алыс шаһарға аттанғанда, қара жолдың бойында талдан өрген, ну қара шашы желке тұсында түйілген, ашаң жүзді жас әйел ұмсынып қала берген. Менің анам қандай әдемі, мен анамның өзіне ұқсайтын бір сұлуды әкеліп қолына қондырам, келін қылап деп іштей ой түйген ол, белден белге асып, жіңішкері бүзіліп барып көк жиекке сіңетін сүрлеу соқпаққа түсті де, артына қарай-қарай ұзап көз ұшында қара ноқатқа айналды. Ол таңдаған мамандық бойынша оқытатын әйдік оқу орнының есігін еш кедергісіз ашты. Ауылына қоңырау шалды, анасын қуантты. Қайран шешем, қуанғанда басындағы жаулығың сусып кетуші еді. Көңілің өсіп көрші көлеңді бір шағым шайға шақырып алған шығарсын деп жымиды мейірленіп. Курстан курсқа өтер кездегі демалыс уақытын пайдаланып, анасына үзбей келіп кетіп жүрді. Анасы жадырап қарсы алатын да, сәл жабығы шығарып салатын. Ақылың бар ғой, жастықтың мастығына ұрынбағайсың, аман бол. Менің сенен басқа сүйенер кімім бар дейді. Ал менің сенен басқа кімім бар дейді олы. Оқуын тамам қылған соң, мамандығына байланысты қосымша білім іздеп, қызмет орнын таңдап, анасын бірер жыл зарықтырып қойды. Бірақ көпке созбады. Ортаңғы курста көңіл жарастылып, тілек қосқан ғашығына жұп құраудың жайын айтты. Жалғыздығын әке деген айбарлы тұлғаны көрмей өскенін, жанашыр жақынның аздығын, анасының құба төбел, қоңырқай ғана тіршілігін қала берді. Сынық мүйізді қара сиыр мен тор биеден өзге қорасындағы қара құраның жоқтығын да жасырмай жайып салған. Үйіміз аласа, шатыры жұқа, толасы жаңбыр жауса тамның қабырға сылағы босап қалды дегенді де айтты. Осының бәрін үнсіз тыңдаған қалыңдығы, ауылда тұрсақ жаңадан үй салармыз, қалаға тұрсақ та анамызды көшіріп аламыз деп жымиды. Қалыңдығының бәденді жылы жүзі күлгенде, бетінің ұшы шұңқырланып, оймақтала қалатыны анасына ұқсайды екен. Ауылға қол ұстасып барған ұлы мен келіннің самайына күмістің күнжімі буы жұққан, көзінің айналасы ұсақ майда әжімдер қораланған ана қарсы алды. Ізетті, тәрбиелі келінін көріп,
Ғазизаны түлеп сала берген. Барын шашып той жасады. Тойда маңдайы жарқырап, қуанышы құтты болсын айта келген ағайынның ортасында нұрланып отырды. Той тарқаған соң, қазан ошақ жаққа әдетінше жүгіріп кетіп, келіннің жолына көлденең кеп қалғанына қысылып, ол үстінен ұялып та жүрді. Сіз енді ас суға араласпаңыз, бәрін келініңізге тапсырыңыз деп кеңес айтты ұлы. Анасы ұлының сөзін қостады. Бірақ жат жұрттың баласы ғой, шаруаны дөңгелетіп әкеткенше қасында болып, жөн көрсеткенім артық етпес деді. Анасы әлі жас екен, қайратты екен. Оның үстіне қасиет тұтқан қазан ошағының басынан бір күнде қайтып қол үссін. Келінін тәрбиесіне алып, бауырына басқан дұрыста шығар дегенді ойлап, ұлы үндемеді. Жылдар бірде аяңдап, бірде арындап, біраз жерге ұзап кеткен. Іргетасы биік құйылған қос қабақты Ақсарайдың ауласында күн шуақтап қарт әже отырады. Бақытты әже, бау бақшалы, зәузатты немерелі әже. Қарт әже немерелерінің бірінің атын атап шақырса, бәрінің есімін түгел іздейді. Әй Төміріс, Мәнсүр, Әлинұр, Әйлин, ой Құдай-ай, кім едің әлгі, Құбылай, бері мұнда келші. Кейде бұлардың қатарына баласы мен келіннің аты да қосылып кетеді. Әже немерелерін емшектен шыққан соң-ақ етегіне салып алатын. Бірін жетелеп, бірін арқалап, бәрін өзі өсірді. Немеренің үлкені әнеміне отау құрмақшы. Ең кенжесі Айлин де бірер жылдан соң мектепті тәмамдайды. Немерелердің қаз басқан кездерін ойлап отырып, Кейуана өз баласының балалық шағына да әредік сапарлап қайтатын еді. Бүгінде сөйтті. Құрсағына шарана біткенін білгенде толқып тебіреніп қуанған есінде. Іле-шала сәбиімді дүниеге қайтып әкелемін деп қатты қорықты да. Бұндай хал барлық жас ананың басында болады екен. Оны кейін білді. Ал дәрігерлерге барып қаралып, тіркеуге тұрған кезде естіген сөзінен жаны жаман шошынды. Баланы өздігінен туа алмайсың. Жамбас сүйегің дұрыс жетілмеген. Жалпақ тілмен айтқанда жатырың тар. Баланың бас сүйегі қысылып қалуы мүмкін. Осы жайды кең құрсақ жеңгелерінің біріне құпиялап білдіргенде анау шошып түсті. Ойбай, ол не деген сұмдық? Баланың бас сүйегі қысылып шапталып қалса, оны туу қайда? Жаның аман қалсын де. Көп әйелдің баладан қайтатын себебі сол. Баланың мәнісі бола жатар. Басыңның амандығын ойла, түсік жасат. Мына сөзден жүкті әйелдің жүрегі мұздап, өне бойынан қан жүрмей, әлде бір темір құрсауға түскендей тітіркенген, әл дәрмені құрып, құлап та қалды. Ол осылайша бар мен жоқтың арасында есеңгіреген күндерді басынан өткерді. Еш нәрсеге зауқы жоқ, тәбеті де жоқ. Жатырында ұйыған қанға жан бітіп, аяқ қолы біліне бастаған тіршілік иесі біресе қуантып, біресе қуартып, әрі сәрі қылды. Сондайда екі ұдай күйін жасырып, ерінің алдында күлімсіреп күлген болады. Күлсе ішінде қайғы жамылған біреу үнсіз күрсінеді. Сөйлесе ар жағынан самбырлап ол да сөйлей жөнелетіндей құтынға ұшырады. Сонда ана тапжылмайтын таңдаудың алдында тұрғанын түсінді. Не өлім, не өмір. Өмір сен әрине ғажапсың, нұрлысың, тәттісің. Сен дүниенің қандай асылмен айырбастауға болады екен. Болам екен сол өзі. Жаратқан ең жарылқап алдыңнан бейіштің раян қақпағын ашып тұрса да, сен тастап кету мүмкін бе? Сені өмір дүниеге қалай келетіні, бейкүнә ертең кім болатыны тіпті беймәлім жан үшін қалдырып, қиып кету күнә шығар бәлкім. Бірақ апырау, бірақ бүйрегін бүлкілдетіп жатқан сәбиінің не күнәсі бар? Бұл көрген нұр сәулелі дүниен жап-жарық әлемді таң нұрын ол да көру керек қой. Ол да өмірдің ашы тұшысын татып адам болып, адамдардың қатарында ғұмыр кешу керек. Жан бітіп талпынған тіршіліктің басталмай аяқталғаны, шырқалмай үзілген зауыл емес пе? Пешенесіне жазылғанын көрер. Қайткенде ол да бұл дүниенің көше кернеуіне ілесу керек. Ал мен оған ғайыптан жолдас болып жанында жүремін. Анасыз жетімді менің рухым жебейді. Ана ажалды таңдады. 9 ай 9 күннің межесі толғанда толғақ қысқан ана дүниеге қош айтуға бекінген. Сәтін салып аман есен босанды. Аман есен қол аяғын бауырына алды. Бірақ қаттарып қалжыраған еді. Сүйек-сүйегінің босаған жігі орнын тапқанша балпанақтай ұлын белі үзіліп, білегі талып әрең көтеріп жүрді. Анасының омырауындағы сүтін қомағай ұл бір емгенде ақ сарқып тауысатын. Арада күндер өтіп, торсық шеке ұлы тез ширап өсіп келе жатты. Қызыл шақа болып ұйқыға, ұйытын жөргектігі бос мойын бөпелерге ұқсамайды ширақ. Қарашығы тұп-тұнық, көздерін ашып алған. Бұның кезінде балаларымыздың жылбысқыланған қабағы жабылып,
көзінің орнында сызық қана көрінуші еді. Мынаның жанары жайнап тұр ғой, Құдай-ау деп қатындар таңдай қағатын. Қатар отыра қалып бала емізгенде жас босанған кейбір әйел омырауындағы өз баласын ұмытып, бұның ұлына қарап ейтін. Бала деген осындай сүйкімді, әй болсыншы. Көңілі нілденіп кеудесіне түйін байлаған қыздар да осылды көтеріп ойнақтады. Құмарлана құшып, сүйгенді ұнататын. Жеңеше сүйіп қосылғандардың баласы сүйкімді болады екен ғой, сол рас па деуші еді олар. Сондай сөздермен көздер ауыр тиді ме? Бір күні ұлы көгеріп сазарып талды да қалды. Ауа жетпегендей танауы қуысырылып, көзінің қарашығы жоғары тартып шалқалай берген. Мына бір жерім ауырады деп айтуға тілі жоқ сәбиінің дәрменсіз күйіне күйініп, дәрменсіз ана зар еңіреді. Өледі-ау, өлтіріп аламау деген ой сумаң қағып ес ақылынан айырды. 9 ай көтеріп толғатып тапқанда жеткен осы ма? Аз ғана мейірленіп, аз ғана күндік аналық дәурен сүргенде көрмек осы болғаны ма? Шарасыз ана жанын қоярға жер таппай есіктен төрден есікке жүгірді. Алақан жайып Аллаға жалбарынды. Қыстығып булығып басын бесікке ұрып жылады. Сол кезде ғой 14 құрсақ көтеріп бәрін дін аман өсірген Әймен әженің кіріп келгені. Әймен әже табалдырықтан зеки аттады. Осы күнгі қатындар бала таппайды. Бала тапса баласын құндақтап сақтайды. Жөргектен босат баланы. Сосын қойнына сап ала келген жарты құтты балды қолына ұстатып, мынан тездетіп жылт деп бұйырған. Көгеріп талып демі үзілуге таяған сәбидің жөргегін жайып салған Әймен әже, «Бісміллә, менің қолым емес, Бибі Фатима пірімнің қолы» деді де, сәбидің қара табанынан бастап көк желкесіне дейін ыссы балмен ұзақ ысқылады. Арқасын кішкентай жауырынын да балмен сылады. Кенет шекелігінен мөлдіреген қос тамшы ыршып шыққан сәби терең күрсініп барып, титтей танауынан дем атқан, артынша әңгәләп шат-шәлекелігіне жылаған. Кәдімгідей үлкендерше көзінен жас сорғалатып жылады. Әймен әже күлді. Ашуын ай жаманның, ашуы қиын екен өзінің. Сосын сәбиіне төніп түскен, бұны иығынан тартып тоқтатқан. Бала көзі күпті. Көз балаларға қара жел болып тиіпті. Бауырын көтеріп жүріп, кеткенше ашушаң болу мүмкін. Содан аман өтсе әрі қарай алаңдама, ұлыңды ұзақ өмір күтіп тұр. Иә, ол 4-5 жасына дейін жиі ауырды. Іші тоқтамай өтті, үстіне көз жара қаптады. Бөрткен басты. Жүріп келе жатып бойын тежей алмай жығылып қала беретін болды. Кеш тіседі, тілі кешігіп шықты. Балпанақта еді, етінен тез арып сылынып қалды. Әлжуаз әлсі бала үнемі қымтап, кендіріп қоймастан құс қанатынан тоңып, мұрттай ұшатын. Сондай көк жасы ұлды пәруана болып жүріп жеткізді әйтеуір. Ері ерте дүние салды. Жайсаң жан еді марқұм. Сылқылдаған сері жігіт еді. Әнді қалай айтатын, гармонды қалай тартатын. Дүниені думанға бөлеп айналасына шуақ шашқан асыл ер таң алдында түсіне енген қызыл бейнесінде жарқ етіп көрінді де, бірақ күнде ғайыпқа сіңіп бақиғаттанды. Алпамсадай жігіт аяқ астынан дүние салғанда айнала жұрты аза тұтып, аһ ұра қайғырды. Ажалдың басқан емес, тапқасында ойнап күліп жүрген, некелі жарын жетектеп кеткеніне сене алмаған жас әйел қатарынан бірнеше рет талып құлады. Бір есін жиғанда суқаны сүймейтін адырақ көздің кеудесіне басын сүйеп жылап тұр екен. Анау бауыр езіліп, қаза үстінде қан жұтқан адамға ұқсап еңкілдеп қояды. Қара ниет неме, күйеуіме қарадай өшігіп, сыртынан ғайбат сөз айтып, дұшпандық істеп жүретін сұмырайдың нақ өзі еді. Сұңқылдай қалуын қарашы. Әйел сонда пенде баласының алдында төменшіктемей, азаматтық арына дақ түсірмей, өмір сүрген есіл ер үшін, ерінің соңынан ерген қарасы, қара тұяғы ұл үшін еңіреп езіле бермеуді керектігін түсінген. Түсінгенде белін бекем буып, еңсесін тіктеген. Марқұм күйеуімен жағаласып алысып, ақыры дегеніне жеткен жауымен күресу үшінде қайратына мінген. Адамның ең аяулы сезімін аямай таптайтын, достық ниетін адалдың адал пиғылын қабыл көрмейтін ұры кеудемен енді нәзік әйел майданға шықпақ. Солай болды да. Күйеуін жер қойнына тапсырған соң бірер күн өтпей, жас сұлу әйелдің екі алақаны күлдіреп, бір қабат терісі сылынып қалды. Тәйір-ай, бұрын күрек айыр дегенді қолына ұстау былай тұрсын, қайсының қайда жатқанын білдім екен десеңші. Тамыздыққа ағаш қалай жарылатын еді, отын су қайдан келетін еді. Қара санкелгір анау, қара сиыр мен тор биенің қыстық азығы, жем шөбі қорағы қайтып жететін еді. Соның бірін білдім екен бұл байқұс. Ішім жемнің де,
аз күнде түбі көрініп қалған. Осының бәрін еркек шіркін білдірмей тауып жүр екен ғой. Қаралы жесір қарап отырмады. Қолына айыр алып, малдың ақырына шөп салды. Қырау қатқан күректің сабынан ұстап қора тазылады. Кәрі қарағашты балталап жауып отын жарды. Құдықтан су тартты. Баласын арқасына таңып алып қазандыққа көп қылып нан жапты. Нанын арқалап іргедегі шағын қалашықтың базарына тасыды. Кейін бір сауда дүкеніндегі әйелмен танысып, наны мен сүтін соған апарып беріп жүрді. Бірте-бірте қара шаруаға көндігіп, тапқан таянғанын саудалап күн көретін халге жетті. Ұйтқыған айраны тәтті де, әлде қазанға жапқан нанын дәмді ме? Жоқ, бұның көрікті жүзі көз арбай ма? Әйтеуір базарға барса болды, алдынан жұрт үйіріліп шығатын. Көктемде малшыларға жәрдемдесіп төл алысты. Жазда атсыз басында без жазбай жүріп, қызылшаның түбін тіптеп арам шөбін отады. Күзде қырман басынан табылды. Қыста сауыншылардың ауылында тұрып, жүгірме сауыншының қызметін атқарды. Сөйтіп жыл 12 ай тыным таппады. Іске епті, қажырлы қайратты жұмысшы әйел атанды. Бірақ қажымады, талмады, ажарды таймады. Бәріне де шыдады, шыңдалды. Тек әйел затының табиғи тілегі ғана кейде түн баласы тәнін шабақтап оттай қаритын. Адырақ көз бұл кезде бөлімше бригадирі боп атқа мінген. Кеңшардың өмірі бітпейтін жұмысына маталған келіншекке өзінше қамқор жанашыр адам. Жұбайлық өмірдің қызығынан ерте жұтаған жесірдің марқұм күйеуін аузы қисаймай жан қимас досым еді. Жолдас едік дейтін еді ол. Әретік бұны өзімсініп, қайыр қош жомарт кісімсіп, жаныңды көп қинамасаңшы, қаласаң қасыма есепші қылып алайын. Таста құрып кеткір, кетпемен күректі, нәзік белің солқылдап, жанында қағаз көтеріп жүрсең болды деп, сөзіне дәмесімен әзілін араластыратын. Ілкіде әйелдер қап-қара картопты машинаның қорабына көтеріп сала алмай әбден қалжырап, шаршап отырғанда тасыраңбай бригадир атын тебініп жетіп келген. Сондайынан шатынап қамшы үйіріп келеді. Бірақ көп әйелдің арасынан жестірді. Көз шалған бригадирдің жүзі жылып, шаршап қалдыңдар ма? Қане бұл шаруаны мен ақ тындыра салайын деп, белуарына дейін жалаңаштанып шешінді де жұмысқа кірісті. Кәпірдің дене тұрғысы келістігі екен. Жауырыны шақпақ-шақпақ, бұлшық еттері бұлт-бұлт ойнайды. Аузы буылған қаптарды машинаның қорабына лақтырған сайын жотасын, құз желкесін тер жауып, қоладай жылтырады. Ұрғаш атауылны еліктірер еркек исі бұрқырап, жұмысты жапыра-бақ істеген. Бұл сонда күні сіңген омырауын басып, бригадирдің әбжіл қимылына сүйсіне көз тастап қалған еді. Кешке еркегі жоқ үйдің есігін шалқайта ашып жалғыз өз төрге озды. Жан қалтасына толтырып, бор кәмпит салып алыпты. Кәмпиттерін дастархан үстіне төгіп тастап шалқып отырды. Өзі шалабудан. Адыраңдаған көзін тас төбесіне ойнатып ұзақ сөйледі. Шатып-бұттып бірді айтып бірге кетті. Ұққаны жесірдің күйеуіне қарыздар екен. Тірлікте азды кем өкпемен жүріп, соның бәрі бекер екен. Өмірде сыйластыққа ештеңе жетпейді екен. Қайран досым, ана дүниеден қайтып оралса, аяғын құшып жылар едім, кешірім өтінер едім. Арамызға аламысық жүгірткен жамандардың сөзіне еріп, жауыққан екем. Мәнді білмей, дұшпан сыраппын. Кеш бауырым, кеш деп жыламсырады ма? Әйтеуір мыжып, мырыңдап тыныштық ұйыған үйдің берекесін қашырған. Содан кейін жаны жүдеп, үрке соқтап отырған әйелге жармасты. Жаным, күнім деді. Жалғыз сұратпаймын, қиындықта қалдырмаймын. Ұлымды өз ұлыңдай көріп өсіремін. Бір тілегімді орында. Құшағыңа ен, қойныма жат деп қолқалады. Түсінемін ғой, әйелсің. Еркек көрген әйелсің. Ертең етегіңді біреуге бәрібір түресің. Үйтіп өсекке қалғанша өзімнен бол. Керек десең анау кер ауыз қатынымды садаға етейін деп те көкіді. Сөз осыған жеткенде қорғансыз жесір жетер деп саңқ етті. Иә, даусы шаңқылдамай, шаптымай саңқ етіп шықты. Жетер, бригадир жолдас, мен саған азғырынды бола алмаймын. Ботының қамын күйттеп өмір сүретін бұралқың мен емеспін. Сен менің есіл ерімнің сынған тырнағына да татымайсың. Ғазиз жарым дүниеден қайтқан күні менің тәнім өлген. Мен тәні өлген әйелмін. Жаратқан қақтан жалғыз ұлым үшін жанымды ғана амандыққа сұрап алғанмын. Ал қазір дереу табаныңды жалтырат, әйтпесе жарып тастаймын. Жанарынан бет қаратпайтын жалын шашып, қолына жүзі жалаң пышақ ұстаған әйелді көріп, адыран көздің құты қашты. Ізінше қорыққанын жасырып, әрі әлгіндегі айтқан түгел жуып шайған болып,
Өй, мынау қайтеді, мен қалжыңдадым, заманы бір замандас құрыбы болған соң әзілдедім деп қара түнге жұтылып қарасын батырған. Бірақ қайта айналып соғып, қара ниетін іске асырудың айласынан еш тыйылмады. Түн жарымында келіп терезесін қағады. Жартылай жабайланған қаңғыбас мысықтардың мауыққандағы ащы үніне салып есігін тырналайды. Итше ұлиды. Табалдырығына тұз себеді, күл шашады. Қақпаны сыртынан шегелеп, электр тоғын қиып тастайды. Бір күн ауланың қақ ортасында балтамен шабылған иттің басы ілінген қара киімді қарақшы тұрғызып кетіпті. Ауылдың естияр адамдары, мынау не сұмдық, жесір әйелдің зәресін ұшырып, жетім баланың жүрегін шайлықтырдың ғой, шошынып ауырып қалса қайтесін деп еді, құлақ аспады, құтырына түсті. Әйелді аямай қайдағы ауыр жұмысқа салды. Жұмыс деген күндерін кем жазып, еңбек ақыдан да қысты. Аласұрған ақ басқын боранда алыс қыстауда отырған малшыға адам таппағандай әйелді баласымен көмекшілікке жіберді. Суық жаңбыр жауып, соңғы қиыршық қарға айналатын күздің қара өзек күндерінде саржаздың бытқылынан қам сорғызды. Осындай азапты ауыр жұмыстың ақырында зады әлсіз әйелдің өзі-ақ кеп аяғымды құшар деген үміті болған. Әсіресе тілегені тәкаппар сұлудың азып, өңі қашып, сүйегі саудырап, жүдеп титықтап біткені болатын. Ол тілегі орындалмады. Жесір әйелдің балғын денесі шыңдалып, толысып, бұрын жел тимеген аппақ жүзі алқызылданып ерекше бір ажар ашты. Байқұс бригадир сонау бір жылы ай толған түні Жындысайдың аузында жатып алып арақ ішкен екен. Ертеңінде орнынан еліріп, айқайлап тұрыпты. Содан оңалмапты. Жындысайдан сақалды әйел көрдім деп, ауыл ішін кезіп сандырақтайды да жүреді. Адыран көз бригадир қара түнге жұтылып, қарасын батырған түні бұрымын тарқатып жіберіп, жаны жараланған жесір жер төсегінде екпеттен құлаған күйі бордай езіліп егілді дерсің. Жылаған сайын әлде бір қара тереңге шым бата түскендей ме қалай? Буыны босап, сол қара тереңмен қомығып бірдеңе іздейтіндей ме қалай? Қырына аунап жатып, ала кеудесіне алақандарын басқанда іші солқылдап, кіндік тұсызып сала береді ме? Қайтты. Көзіне моншақтап үзілген жастың арасынан сопақ басы адыран көздің бейнесі бұлдыр-бұлдыр елестеп өтті ме? Не істеді? Ең азабы осы екен ғой деп, ысып лаулаған омырауына тырнақтарын батырып жесір әйел таңды көзбен атырған. Ертеңіне жалаңа шиығын көріп, жатсынған ұлының жалт бұрылып кеткенін сезгенде, ана жүрегі елжіреп қайта оянды. Жоқ, мені тән өлген әйелмін. Жоқ, мен тәні өлген әйелмін. Әйел төсегінен шиыршық атып тұрды. Құдықтан су тартты. Сосын ауладағы қалқайма үйдің есік терезесін қараңғылап қойып, суығы сүйегінен өтетін құдықтың мұздай суына төбесінен төмен қарай құйынып әбден жуынып шайынды. Су көптен бері көкірегінде жанған алауды басып, кіндік тұсын қыздырып жатып алған шоқты сөндірген сезді. Бойы жеңілдіп, табаны жерден қалықтап көтерілгендей болды. Сондай бір ғажап күйге енген әйел ұлы әжесінен қалған жайнамазды сандықтың түбінен алып, алдына кең етіп жайды да сәждеге бас қойды. Тәнімді қара жерге тапсырдым. Жалғыз ұлым үшін жаныма сауға бере гөр Алла. Ана, ол ана еді. Ана бәрін жеңді. Жалдарды да, жылдардың жалында ойнаған жастықтың от жалынын да, жылдармен жылан бауырлап жеткен кәрілікті де жеңді. Ол енді мәуелі бақтың ортасындағы жапырақтары мәңгі жасыл қарт еменге ұқсайды. Ұлына дән риза, еңбегін ақтады. Есімін ел біледі, көп құрметтейді. Атақ абыройы Алатаудай асқақтаса да, анасының алдында сондай кішік. Төсегіне көтеріп апарып жатқызды. Ертеңгісін көтеріп әкеліп, дастархан басына отырғызады. Алақанын жайып бата сұрайды. Көйлек көншегін күнде жаңалатады. Баладай әлпештеп, ауладағы аспалы бесікте тербетеді. Сен балалық парызыңды түгел өтедің ұлым дейді анасы. Түгел өтей алдың ба дейді ұлы. Содан соң әбден шөгіп шөкім деп қана отырған анасын құшқан кезде оның бойынан топырақ иісін сезетін. Әңгіменің соңы.